негізгі медитация деген не екенін, бұл кереметтей алапат құрал. Кереметтей алапат құрал. Бір мысал келтіріп берейін. Астанада бір Нұргүл деген келіншек босанған кезде, қатты қиналып босанғанда, 14 күн немеде жатқан, реанимацияда. Содан кейін мына жүректің бұлшықеттері болады. Бұлшықеттері зақымданған, содан кейін дилатационный кардиомиопатия деген ауруға шалдығады. Содан кейін дәрігерлер айтты, бұндай диагнозбен ары кеткенде 3 жыл өмір сүресің деп. Содан кейін 1,5 жылдан кейін дәрігерлер айтты дейді, саған жүрегіңе ота жасау керек. Дайындалып жүредім, бір дәрігер айтты дейді, жасатпа. Тірі қалған адам өте аз. Дейді, енді істеймін деп еді, ана дәрігер айтты дейді, сен психологиялық осымен емдей алатын бір адамдар іздеп көр деп. Содан іздеп жүрген кезде менің курстарым шығып қалған. Содан маған жазады, аға, мен өлгім келмейді. 7 жастағы ұлым бар, күйеуім бар, сүйіп қосылған, мен өмір сүргім келеді. Онан кейін жаңағы мен айтқан нәрсені медитацияны жасай бастаған. 1,5 айдан кейін дәрігерге барсам, дәрігерлер шок дейді. Жүрек неменесі, қағысы, жаңағы фракциясы 55-ке көтерілген. Баши 90% қалпына келген. Осы сияқты мен жүздеген нәрсені айтып бере аламын. Енді медитация деген не? Медитация мидың тренировкасы. Біз бұлшықетімізді шынықтырамыз, гантель көтеріп, турникке тартылып, дәл сол сияқты миды шынықтыру. Бірақ мидың құдіреті енді адам айтқысыз. Бағана қараңыздаршы, ана әйел адам дәрі ішкен жоқ, укол алған жоқ, ештеңе істеген жоқ, бірақ ана ота жасайтын операция қалпына келді. Енді қысқаша айтатын болсақ, адамның денесінде миллиардтаған клетка бар. Клетканың міндеті белок, ақуыз өндіру. Соның ішінде адамның иммунитет деген нәрсе бар. Қазір мына коронавирус, басқа вирус деп отыр ғой. Иммунитет мықты адамға жұқпайды. Ал иммунитет деген не? Адамның тәнінде иммуноглобулиндер бар. Ол бағанағы секір билеген кезде жаңағы иммуноглобулин бөлінеді. Адам көңілденген кезде, секірген кезде, прям қимылдаған кезде жаңағы иммуноглобулин А, G, E бөлінеді. Оның иммунитет деген сенің қаныңда сол иммуноглобулин көп болса, саған ешқандай пәле жоламайды. Ол 1% айтып тұрмын негізі қазір. Ешқандай бәле жоламайды. Оның көлемі аз болса, сен кез келген ауруды тез жұқтырып аласың. Біздің ойымыз, мына нейромедиатор, мына біздің эндокринный железа, жүректе вилочковое железа, мида эпифиз, гипофиз бар да, шишковидный железа, надпочечник, мына жұмыртқа, енді ол сөзді ұят жоқ, ол да половые железы. Сол железалар бізде гормондар өндіреді. Бірақ ол гормон өндіру үшін алдымен ой, адамның эмоциясымен ой өндіреді. Дұрыс ойлаған адам көңілденіп, күн қандай тамаша, ауызбен емес жүрекпен айтқан кезде сенің миыңда айтады, жақсы нәрсе болып жатыр дейді да, бүйрекке команда береді. Бүйрек өзі не істейді? Тез жаңа белок неменеге біздің организмімізді оятады. Содан кейін IgA жаңағы иммуноглобулин өнеді. IgA деген иммуноглобулин. Ол қайда болады? Ол мына ауыз қуысында, мұрын қуысында, біздің несеп жолында, асқазанымызда болады. Көбінесе ауыз қуысында. Өзі көңілді адам, ақ көңіл адам көбінесе ауырмайды. Менің туған апайым, сол кісі былтыр рак ауруына шалдықты. Асқазан рагы, 3-ші стадия. Апайым етжеңді адам 80 килограммнан 86 килограммнан сызғаныққа жатқызып, операция жасатқыздық. Қазір тифай, құлан таза жазылды, шауып жүрмін, 1,5 жыл болды. Бірақ нәрсе, айтады 90% қайтыс болады екен, апайым оптимист. Ол кісі берілмейді. Мен медитация жасатқыздық, апай бәрі жақсы болады, керемет болады, мен осыған бәрі керемет болады дегеннің сенімнің арқасында ол кісі жазылып шықты. Сенің арқасында. Ол жаңа мимен керемет болады деп ойлаған кезде бүкіл иммунитеті нетіп, қайтадан іске қосылып, жаңағы рак деген қатерлі ауруды 3-ші стадия кетіп қалған, емделіп шықты. Сондықтан медитацияның құдіреті біздің тәніміз әлемдегі ең үлкен фармацевтикалық завод. Қабағы салбырап жүрген адамда жаңа иммуноглобулин төмендейді, онда кортизол бөлінеді, надпочечник кортизол бөлгеннен кейін біздің тәніміз ауруды шақырып алады. Көптеген адамдар маған, Ахметбек аға, қазақты ойласаңыз, неге сабақтарыңызды тегін бермейсіз? Курсқа қатынасуға ақшам жоқ деп жатады. Осы секілді мыңдаған пікірлерден кейін 12 күндік психологиялық өзгергім келеді атты тегін челлендж бастадық. Қатынасу үшін төмендегі сілтемені басыңыз.